Сәлем достар. Бүгін мен сіздермен бірге ірімшік қосылған рогайлық пісіремін. Оған керекті заттар: 600 грамм ұн, 4 жұмыртқа, 1 жұмыртқаның сарысын рогайлықтың бетіне жағуға алып қалдым. 100 грамм қант, 60 грамм сары май, 160 грамм жылы сүт, 1 чай қасық тұз, 10 грамм құрғақ дұрыш және ірімшік керек. Ал енді қамырымызды илеп бастаймыз. Ыдысымызға сүтімізді құйып, оған дрожжымызды салып, араластырамыз. Және оның үстіне қантымызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Өстіп жақсылап араластырып, оның үстіне жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды салып, әбден жақсылап араластырып, жұмыз бәрі езілгеннен кейін ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Ұнымыздың бәрін бірақ салмаймыз, азадан салып, қамырымызды илейміз. Қамырымызды илеп, енді осыған ақырындап сары майымызды қосып илейміз. Нанымызды иі қалынғанша илейміз. Міне қамырымызды жақсылап иледік, майымызды қосып, енді 30-40 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне қамырымызды жақсылап илеп алдық, иін қандырып, жақсылап иледік. Енді ыдысымызға салып, бетін жауып, жылы жерге 35-40 минутқа нанымыз көтерілу керек. Нанымыз жарты сағаттай тұрды. Нанымыз жақсылап көтерілді. Енді нанымызды алып, домалақтап көшелейміз. Бір 10 минуттай тұру керек. Бетін жауып қоямыз. Нанымыз тынды, 10 минуттай тұрды. Енді нандарымызды алып жаямыз.
рогайликтің ішіне ірімшік салдым. Ал сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша повидло салуларыңызға болады, варенье салуларыңызға болады. Енді тағы да бір 10 минуттай нанымызды сындырып қоямыз. Міне рогайлигіміз 10 минуттай тұрды, көтерілді. Енді жұмыртқамыздың сарысын жағамыз. Бетіне кішкене күнжіт сепсек те болады. Міне рогайлигіміз пісті. Әдемі бәрі. Достар, бүгінгі менің пісірген рогайлигім сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.